Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сендерге апталық жорама ұсынамын. Тамыз айына 21-нен 27-сіне дейін. Бүгін таро жорамал барлық знактарға универсальный таро арқылы болжау жасаймын. Бірінші бізде тоқтыдар болады. Тоқтыдарды 21-нен 27-сіне дейін не күтеді? 21-нен 27-сіне дейін тамыз айында тоқтыдарды не күтеді? Сонымен бірінші бізде тоқтыдар. Әне одарға императрица түсті. Императрица бізде 3-ші старший аркан. Старший аркан ол жақсы апта болады сендерден деп айтуға болады. Ол бізде бірінші байлықты сипаттайды. Финанс жағыңыз, қаржы жағыңыз, ақша келеді осы аптада. Және өзіңізде бәрі жұмысыңызда бәрі жақсы болады. Жетістіктерге жетесіз. Ол бізде молшылықтың белгісі. Және бала күтіп отырсаңыз, күтсеңіз немесе балалы болуыңыз келсе, ол туралы жақсы хабар аласыз. Және қаржы жағынан жұмысыңызда бәрі жақсы болады. Келесі бізде торпақтарға 21-нен 27-сіне дейін тамыздың не күтеді? Торпақтарды бізде не күтіп отыр? Торпақ 21-нен 27-сіне дейін не күтеді біздерде? Торпақтарды қарайық. Торпақтарда бізде двойка жезлов түсті. Двойка жезлов ол бізде жұмыста ол бізде огненный знак. Бізде жұмысыңызда жақсы болады. Екі түрлі ойда боласыз. Және жұмысыңызда бір таңдау болып тұра ма? Екі нәрсені таңдауыңыз керек. Және сол таңдаудың арасында тұрасыз. Қайсын таңдауда? Екі жұмыс, екі адам болса, немесе қай жұмысты таңдауыңызда, сонда сізде сондай таңдау болып тұрады. Тағы двойка ол бізде младший аркан. Младший аркандарға жатады бізде двойка жезлов. Тағы не айтсам болады? Двойка жезлов. Сіз бір сізде таңдау сізде тұр. Қай шешім қабылдауда, қандай не таңдауда, не алуда. Сізде мына жерде двойка жезлода земной шар бар. Сол таңдап тұр. Не аларын, не қайда барарын, бір не
нейтральный позицияда тұрсыз. Келесі бізде егіздер. Егіздерге 21-нен 27-сіне дейін тамыздан не күтеді егіздерді? Қарайық. Бір карта түсіп алды. Жарайды. Тағы қарайық. Егіздерде не күтеді 21-нен 27-сіне дейін? Егіздерде. Четверка мечей. Четверка мечей, ол бізде мұнда сізде денсаулығыңызда бір ақаулықтар болуы мүмкін, сізде бір жұмысыңызда тоқтау болуы мүмкін. Былай түсті, енді суық тиіп қалуыңыз мүмкін, немесе бір нәрсені көп ойланып, көп бір шешім қабылдамай отыруыңыз мүмкін. Четверка мечей, ол денсаулығыңызға назар аударыңыз, және шешім қабылдамасаңыз дұрыс болады. Бір жұмысыңызда бір тоқтау болады, бәрі тоқтап қалады, және өзіңізді да нашар сезінуіңіз мүмкін. Бір апта ғой, өтіп кетеді, бәрі жақсы болады. Келесі бізде шаян. Шаяндарға 21-нен 27-сіне дейін тамыз айында не күтеді? Шаяндарды не күтеді 21-нен 27-сіне дейін? Шаяндарға не күтеді? Девятка жезлов. Девятка жезлов, ол бізде сіз өзіңіздің мүлкіңізді, немесе ақшаңызды, жұмысыңызда бір қорғаушы позицияда тұрсыз, және барлығын аяқтауға дейін келдіңіз, және жаулап аларыңды алып, жаулап алғаныңызды алып, соны қорғап тұрсыз, күзетіп тұрған сияқтысыз. Денсаулығыңызға келгенде девятка жезлов бізде біраз басыңыз ауруы мүмкін, немесе өзіңізді дұрыс емес сезінесіз. Бір тоқтау болады жұмысыңызда, және көп жүрдіңіз, көп жұмыс істедіңіз, енді жиғаныңызды қорғап тұрсыз. Және ол девятка жезлов оның қорғап тұрсыз, бір нәрседен, және өзіңіз жиғаныңызды жоғалтып алудан қорқасыз, және бір қорқыныш сезімі болады сізде. Денсаулығыңыз бойынша ма, жұмысыңыз бойынша сондай қорқуларыңыз болуы мүмкін. Келесі бізде арыстан белгісі. Арыстандары 21-нен 27-сіне дейін тамыз айында не күтеді? 21-нен 27-сіне дейін арыстандарды не күтеді? 21-нен 27-сіне дейін арыстандарды не күтеді? Қарайық. Арыстандар не күтеді? Рыцарь кубков. Рыцарь кубков ол жақсы младший аркан, ол бізде
жақсы бір хабар аласыз. Осы картада балықтың суреті бар. Бір көрсеңіз болады. Ол бізде ақша келеді, немесе ақша туралы хабар аласыз, жақсы эмоция аласыз, көңіл күйіңіз жақсы болады. Осы аптада сізге бір жағымды хабар келе жатыр. Міне рыцарьда ақша бойынша немесе жұмысыңызда. Ол бізде вестникті білдіреді. Рыцарьдар младший аркандарға жатады. Соны білдіреді. Арыстандарда аптадары жақсы өтеді эмоционалдық түрде. Көбінесе сіз жүрегіңізбен шешім қабылдайсыз. Эмоция болады сізде көп, және жақсы хабар күтіп отырсаңыз, жақсы хабар келеді сізге. Келесі бізде бикештерді 21-27-сіне дейін тамызда не күтеді. 21-27-сіне дейін бикештерді не күтіп отыр. Қарайық. Сонымен бикештерге бізде королева жезлов түсті. Королева жезлов ол бізде младший аркан. Ол бір әйелмен байланысы болады, немесе ол огненный знакқа жатады. Ол лев, стрелец, немесе лев, стрелец болуы мүмкін. Овен болуы мүмкін. Лев, стрелец, овен болуы мүмкін. Сондай әйелмен қарым-қатынаста боласыз. Сонымен жұмысыңыз бойынша немесе өміріңізде сондай әйелмен қарым-қатынасқа түсесіз. Королева жезлов ол бізде өте желаниясы мықты, өзінің не істерін, не істейтінін біледі, қайда баратынын, қалай орындайтынын, өзінің пікірі, ойы бар әйел. Сондай әйелмен осы аптада жұмыс жасайсыз, немесе қарым-қатынасыңыз болады. Осымен бізде 6 белгіге болжамымыз аяқталды. Тоқтыдан бикешке дейін қарадық. Келесі белгілерді келесі видеодан көре аласыздар. Рахмет бәріңізге. Лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі аптаға дейін рахмет бәріне.